Картоп чейниктерінде көміртегі, монолгосахаридтер, глюкоза, фруктоза, сахароза, клетчатка, пектин заттары, одан басқа әртүрлі аса бағалы амин қышқылдары, өсімдік белоктарының ішіндегі ең құндысы белоктуберин бар. Картоп бағалы витаминді азық, онда С витамині витаминдер жинағы, Б тимин, рибофлавин, пептоксин, фолий қышқылы, ППУ витамині және А провитамині топталған. Картоп органикалық қышқылдардың лимон, қымыздық, алма және минералдық тұздардың қайнар көзі. Минералдық заттарды мұнда калий тұзы басым, фосфор, магний, кальций, темір тұздары бар. Картопта калийдің едәуір мөлшерде болуы несеп жүргізуге әсер етеді. Сондықтан жүрек тамыр және бүйрек ауруларынан зардар шегіп, сарынсыр ісінген адамдарға диета белгіленгенде дәрі-дәрмектер қатарында да қолданады. Пияз амарилистер тұқымдасы, жуа туысының ең көп тараған түрі. Шыққан жері Орталық Азия және Ауғанстан. Отаны жерорта теңіз елдері. Пияздың тамыры ірі, қалың, шашыраңқы, түйнек түбінше өседі. Түйнегінің қабағы сары, қызыл қоңырқай түсті. Қабағының астында ақ шырынды, ерекше иісті қабаттар орналасқан. Пияз бір маусымда жеуге жарамды болып өседі. Тұқымын алу үшін пиязды, яғни тамыр сабағын көктемде қайта егеді. Одан 2 жылы ұзын гүл сидам өсіп шығып гүлдейді. Күзге қарай тұқымын жинайды. Тығыз және ұзақ бөртетін қабақты болғандықтан тұқымы өте баяу өнеді. Құнарлы, қарашыға мол, қышқыл емес, қоректік заттарға бай. Арам шөптерден тазартылған топырақта жақсы өседі. Пияздың құрамында көмірсулар, гликозид, сапонин, кальций, оксальты және басқа химиялық элементтер бар. Пияздың ащы және шала ащы, тәтті деп бөлінетін сорттары бар. Пияздың түрлері де өте көп. Пияздың пайдасы біріншіден ас қорытуға көмектеседі. Пияздың бойындағы эфир майы ауру қоздыратын құрт бактерияларды жояды. Пияз сонымен кескінділері әртүрлі жараларға тиімді әсер етеді. Бірақ пияздың да зияны бар. Қышқыл болғандықтан асқазанның шырышты қабатын тітіркендіреді. Сол себепті гастрит пен ойық жарасы бар адамдарға жеуге болмайды. Шамадан тыс қолданғанда астманың басымдауы немесе қан қысымының жоғарылауы мүмкін. Сарымсақ бактерияға қарсы қосылыстарға, эфирлі майларға, сонымен қатар бос радикалдық әрекетіне қорғайтын татықтыр қыштарға бай. Сарымсақтың өнімі жер астында өседі. Жер құнарлы әрі жұмсақ болса, сарымсақтың көлемі де үлкен болады. Сарымсақтың өнімі бірнеше кішкене бөлшектерден тұрады. Сарымсақ ертеден ақ суық тиіп ауырған адамдарға ем-дом жасау үшін пайдаланылды. Сарымсақ иісі жағымсыз болғанымен өте пайдалы. Сарымсақтың құрамында В және С тобына жататын дәрумендер магний, фосфор, йод, кальций, хлор, темір, марганец, мыс, көмірсулар бар. Химиялық зат. Басым бөлігі судан, көмірсулардан, одан кейін ақуыздардан тұрады. Сарымсақтың құрамында табиғи 2 антибиотик 15 түрлі зиянды бактерияларды құртады екен. Алманың атамекені Алматы. Алма раушангүл тұқымдасына жататын ең көп таралған ағаштарының жемісі. Табиғи алманың жер шарында 36 түрі белгілі. Олардың 10-12-сінің шаруашылық маңызы бар. Қазақстанда Сибирс алмасы, Низевский, Қырғыз алмасы өседі. Алманың құрамында 8,3 су, 7,5% қант, 0,2% қышқыл, 9,5% құрғақ қалдық, 0,28% иілік заттар, А, В1, В2, В6, С витаминдері және минералды заттар бар. Оның жемісін медицинада өсімдік дәрі ретінде адам организмін металл заттардан тазартуға, қан бұзылуы және жүрек ауруын емдеуге қолданады.
Алманың зияны: бір күнде 2 алма жейтін болсаңыз, холестерин 16%-ға төмендейді. Ал пайдасы: инсульттың болу мүмкіндігін 50%-ға азайтады. Асқортуды жақсартады және ішекті тазартады. Бұл жемістің көмегімен гастрит ауруын емдейді. Ол үшін оны жақсылап жуып, таңертең жеу керек. А витамині тұмаудан және тағы басқа жұқпалы аурулардан сақтайды. Жасыл алмадан аллергия болмайды.